Қаланы қардан тазарту жұмыстарына 10 жауапты кәсіпорын шықты. Сағат кешкі 8-ден бастап ауыр техника Петропавлдың әр учаскесін қамтуға тырысты. Барлығы жұмыстарға 135 мамандандырылған көлік тартылды. Желтоқсаннан бастап ақпанға шейін осы 2 жарым айында уже 324 мың куб қар шығарылды. Енді өзің көресіңдер ғой, 17-18 жылға қарағанда биылғы жылы қардың көбі 2 есе болды. Сондықтан мынау техника адамдар кішкене үлгермей жатыр. Үлгермек себебі понижение температура болды. Сондықтан кішкене бір апта тұрып қалды жұмысшылар. Енді осы жұмысты ойлаймыз қара тұрғындарға. Осы аптаның ішінде, аптаның аяғының кезінде осы қала кішкене тазарып деп ойлаймыз. Кешкі уақытта жұмысты жүргізудің себебі де бар. Бұл уақытта көлік қозғалысы техникаға кедергі болмайды. Жолдармен қатар жаяу жүргіншілер өтетін аумақтарда тазалау жұмыстарынан шет қалмады. Айта кету керек, тиісті шараларға 8,4 мың текше құм тұз қоспасы әзірленген. Тәулігіне аялдама маңдары мен жаяу жүргіншілер жолдарына бұл материалдың 70 текшесі қолданылады. У нас сегодня выехало 8... Қарды тасымалдайтын 8 жүк көлігі қарастырылған. Сондай-ақ 4 трактор және грейдер техникасы бар. Күнне 2000 текше қар шығарылады. Жұмыстар түнгі уақытта өткізіледі. Сондай-ақ асфальт және тротуарларды мұз жамылғысынан сақтап қалу үшін Ледоруб Эко және Ледоруб Н реагенттері қарастырылған. Қыс әлі біткен жоқ. Ол дегеніміз қардан тазарту жұмыстары әлі жалғасады.